Сәлем достар, халдеріңіз қалай? Біз бүгін бір тестаға жалпы екі түрлі пирог сосын кекс дайындайтын боламыз. Сол себепті біз бір пирогтың рецептін алып, соны екі еселендіре салуды жөн көрдім. Мына жерде мен 2 жұмыртқаға 150 грамм шекерді қосып, одан соң венчикпен, сіздер тіпті шанышқымен араластырсаңыздар да болады, солай араластырып шығамыз. Мен 2-ге бөлдім. Бұдан соң тағы да шекердің тағы қалған 150 граммымен тағы 2 жұмыртқаны қосатын боламын. Жұмыртқа кез келген, мысалға үйдің жұмыртқасы, магазиндікі, ол қандай дүкендікі бәрібір болады. Жақсылап тұрып араластырамыз. Бастысы жандай бұзылмаған болса болды. Осылай жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Одан кейін мен мына жерде айран қостым. Айран жобамен 500-600 миллилитрдей болды. Одан кейін мен сармайды ертіп қостым. Жайлау деген сармай, ол бір сармайды қосып жүрсеңіздер болады, 110 граммдай ма болады. Одан кейін ұн қосып жібердім. Ұнды мен 2-3 бөліп, електен өткізіп, ситадан өткізіп салсаңыздар дұрыс, себебі солай ғана дұрысырақ шығады. Ситадан өткізген ұнымыз примерно жоба 400-500 граммдай болды. 2-3-ге бөліп салғандықтан осылай жақсырақ, оңайырақ болады араластыру. Одан кейін жақсылап тұрып араластырып алғаннан кейін мен мына жерде қобызытқыш қостым, жобамен 30 граммдай. Сосын барлығын жақсылап араластырғанда осындай масса шықты. Бұдан нәзіктеу шықса, сіздер көтерілуі мүмкін сіздердікі, себебі мен қалыңдау шыққан соң ба қатты көтерілмей қалған болатын. Осылай қызып тұрған таба 200 градустағы табаға осылай қойып, мұжырып пергамент қойып, үстіне осылай форма салып, осын құйып шықсаңыздар дұрыс болады. Одан кейін пісіріп алатын боласыздар. 30-40 минутта жобамен пісіп қалады 200 градуста. Сөйтіп менде осындай болып шықты, тек көтерілмей қалған минусы болып тұр бұл жерде. Екінші бөлігін мен алып, осылай кекстің формаларына салып, кекс жасап шығамын деп шештім. Бетін безендіріп шықтым, сосын мен газге печкаға салып шықтым. Осылай жібереміз. Айтпақтай, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Мына жерде мен бебифуға шоколадын бір 5-6 ауын алып, оны сармаймен ерттім. Сармайдың да кішкентай бөлігін алып, пешкіге газға ертіп алдым. Газға ерттім, негізі осылай безендіруге, жаңағы кекстің не пирогтың бетіне себуге. Мен кекстің емес, пирогтың бетіне септім. Бұл үйде жейтін болғаннан кейін осылай домашний болып шықты енді. Дәмі өте жақсы, әдемі болып шықты. Оған күмәндарыңыз болмаса да болады. Мына жерде менде кексті осылай көрсеттім, пісті осылай деп. Астарыңыз дәмді болсын, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.